Орманы бардың қорғаны бар. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астананың жасыл аймағын аралап, орман шаруашылығының тыныс-тіршілігімен танысу барысында осылай деп мәлімдеді. Елбасының бірегей бастамасы аясында небәрі 18 жылда 73 мың гектар жерге ағаш отырғызылған. Жасыл желекті жайқалта түсу мақсатында елбасы тиісті сала басшыларына аталмыш алқапты Бурабай саябағы аймағымен ұлғастыруды тапсырды. Тілші тарқатады. Бұл 1998 жылы тікелей елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылған жасыл белдеу жобасының жемісі. Сарыарқаның сардаласында ну орман пайда болады дегенге сол кездері көпшілік күдікпен қараған еді. Алайда президент пәрмен берген бастама жоқтан бар жасауға болатындығын айшықтады. Сол себепті де Нұрсұлтан Назарбаев жылда дәстүрден жаңылмай, жайқалған жасыл желектердің жай-күйімен етене танысады. Аққайың көшеттер питомнигіне арнайы ат басын бұрған президент аумақты асықпай аралап шығып, мамандардың есебін тыңдады. Бүгінде 155 гектар алқапталып жатқан тұқымбақта 50 мың дана ағашты бұтал тұқымдардың 60-тан астам түрі бар. Жыл сайын осы ормандарды мен аралап бақылап отыратынымды өздеріңіз білесіздер. Біз 1998 жылы елорданы дүние жүзіне жарияладық. Соған мінекей қазір 18 жыл болайын деп отырмын. 18 жыл деген кәмелетке толған, азамат болған кез деп санауға болады. Бірақ жасөспірім жаңадан өсіп келе жатқан жастардың жасымен бірдей. Сол кезден бастап осы қаланың төңірегіне орман отырғызуды тапсырдым. Жаңадан Алматыдан көшіп келген кезде қаланы шаң басып кететін. Бір төрт жақтан соққан жел адамды құлатып кететін қаланың ішінде. Сол болмасын деп мына ағашты егуді бастадық. Ол кезде де бірнеше сын болды. Бұл Астананың төңірегінде жер қолайлы емес орман егуге. Тас, құм өспейді, шықпайды деп барлығы қарсы тұрғандар көп болды. Дегенмен елорда болғаннан кейін төңірегі орман болмаса, бақ болмаса, онда қандай қызық болады? Елдер қайда шығып демалады, қайда жүреді? Сонда мінекей қазір көріп отырсыздар өздеріңіздер, қазір Астананың төңірегінде 73 мың гектар өмірде болмаған тарихта жаңа орман пайда болды. Елбасы еліміздің экологиялық жағдайын жақсарту үшін орман өсірусін одан әрі дамыту қажеттігін қаперге салды. Табиғат тарту етпеген жасыл алқап бас қаламыздың мақтанышына айналып үлгерді. Жасыл желектер Астананың аязын жұмсартып, жазын жайлетуге өз үлесін қосуда. Дана халқымыз атадан мал қалғанша тал қалсын деп айтуы бекер еместі. Неше түрлі ағаштар бар. 60-тан артық ағаштың сорттары өседі. Оның ішінде алма да бар, жидек те бар, жеміс те бар, барлығы да бар. Барлығы даладан әлгі тыңды егерген кезде трактордың шуынан қашып кеткен жәдіктердің барлығы қайтып келді. Түлкі де бар, қоян да бар, елік те бар, мінекей қырғауыл да бар, барлық құстар да бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Сондықтан бұл біріншіден Астананың ауаның тазалығы, екіншіден шаң жібермейтін, үшіншіден желді ұстайтын қорған. Орманы бардың қорғаны бар деп қазақ бекер айтқан жоқ кезінде. Әр нәрседен қорғайтын орман болады. Сондықтан болашақта Астанамызда тұрғындарға, келешек жастарға жасап жатқан үлкен бір жағдай деп айтуға болады. Бас қаламызды таза ауамен қамтамасыз етіп тұрған жасыл желек елорданың іргесін бекіткен бейіш мекен іспетті. Мұнда самсыған қайыңнан өзге шегіршін, қарағай, сарғарақат, жиде тіпті шие де бар. Орман елорданы оттегімен қамтамасыз етіп қана қоймай, шаһарды желдің өтінен қорғайды. Ендігі меже бұл жасыл аймақты Ақмола облысы Ақкөл ауданының орманымен біріктіру. Бұл ретте тұқымбақ мамандар тынымсыз тер төгіп, тың инновацияларды қолдануда. Астананың айналасын жасыл аймаққа айналдыру тұрғысында түрлі ғылыми жұмыстар жүргізілуде. Мамандар флора мен фаунаға басымдық беруде. Осы орайда жасыл аймақтың қызметкерлері елбасы міндетін мінсіз атқаруға барымызды салып, ну орман қалыптастыруда ерінбей еңбек етеміз деп отыр.
Бүгінгі күнге техникалық экономикалық негіздемесі бойынша біз 20-шы жылға дейін осы алқаптардың көлемін 100 мыңға дейін жеткіземіз. Бірақ онымен жұмыс тоқталмайды. Болашақта бұл ормандар осындай бес қатар болмайды. Бұл кәдімгі ну орман болады. Питомниктің мынау тұқым жинайтын жері. Бұнда ең жақсы талдардан біз тұқым жинаймыз. Жылда 5 мың гектар алқапқа біз орман ағашын егеміз. Енді бұнда 15 құстың түрі бар, 15-16 құстың түрі бар. Аңның 10 шақтан астам аңның түрі бар. Мұнда енді мынау жаңағы Алексеев ормандарынан бізге жаңағы бұғылар келіп жатыр, жаңағыдай басқа да жануарлар, енді маралдар, бұрындар да болған, міне келіп жатыр. Сондықтан да қазір орман болғаннан кейін, мұнда өсімдік болғаннан кейін ақырын аң жиналып жатыр. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Бұл жасыл аймақтың желкілдеп өсіп келе жатқан орманына жіберіп жатқан құстардың бірі. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жылдағы дәстүрге сай орманға 150 қырғауылды жіберді. Орманда бұдан басқа шіл, торғай, сандуғаш мекен етеді. Елбасы қазақстандықтарды болашағымызды баянды ететін әрбір бастамаға немқұрайлы қарамауға шақырып, табиғатты барынша аялауға кеңес берді. Илдар Бақпаев, Жандос Битабаров, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.